Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін мен сіздермен Жамбаев Мансұр, яғни математика пәнінің мұғалімі, 3-ші курс студентімін. Және біздің бүгін өтетін тақырып үшбұрыштың ауданын табу тәсілдері. Жалпы үшбұрыш деген не деген сұраққа жауап беретін болсақ, үшбұрыш бұл бізде үш нүктені түзу, яғни сызықтармен қосқанда пайда болатын бір белгілі бір фигура болып табылады. Және оның осындай бірінші формуласын көрсете кетсем, яғни бізде осындай үшбұрыш берілген. Және оның формуласы s тең 2-ден 1 a көбейтілген h дейді. Және екіншісі s тең 2-ден 1 ab көбейтілген синус альфа десек болады, яғни мына жерде. Енді қарайық. Неге бізде 2-ден 1 ah деген сұрақ туындайды? Және бізде мындай үшбұрыш берілген. Бізде мысалға мынау a-ға барғасы, мынау b, мынау s болсын. Және мынау бізде түсірілген биіктік, яғни мынау нүктеден бізге төмен қарай биіктік түсіріп тұр. Және HA деп атайық біз оны. Неге HA дейміз? Себебі бұл биіктік A-ға барғасын түсіп тұр. Егер біз былай белгілесек, мына жерде перпендикуляр болса, бұл бізде H B биіктік болып табылады. Енді қарап тұрсақ, мына екі сурет мына жерде бізде үшбұрыш берген, ал мына сәйкесінше мына суретте, яғни осы суретте, мына суретте бізде параллелограмм, яғни қарап тұрсақ, мына үшбұрыш осы параллелограммның тура жартысы. Себебі осындан бізде 2-ден 1 осы жерден пайда болған. Және бізде сәйкесінше формуласы s тең, жазып қойып, s тең 2-ден 1 a көбейтілген ha формуласы. Және біз осындай үшбұрыш берілген, оның формуласы бізде s тең 2-ден 1 ab синус альфа. Яғни осы формулаға, үстіңгі формулаға мынаған ұқсас. Тура жаңағыдай бізде бұл параллелограмм жартысы болып келеді, себебі осыдан бізде 2-ден 1 шығады, және де a мен b қабырғасын көбейтеміз, және ортасындағы мынау осы екі қабырғаның арасындағы синус альфа немесе гамма бұрышын алып, осыны көбейтсе аламыз. Сәйкесінше бізде оның формуласы s тең 2-ден 1 ab көбейтілген синус альфа болады. Келесі формулаға өтейік. Бізде яғни келесі Геором формуласы. Геором формуласы бізде яғни көбінесе үшбұрыштың бізде егер 3 қабырғасы белгілі болса, біз осы оның 3 қабырғасы арқылы, яғни периметр арқылы біз оның ауданын таба аламыз. Бізде мына жердегі периметр дегеніміз не? Периметр ол бізде яғни жарты периметр. Яғни бізде мысалға мынау периметр дегеніміз бізде периметр дегеніміз яғни осы 3 қабырғаның қосындысы болса, a плюс b плюс с болса, жарты периметр дегеніміз яғни өзі айтып тұрғандай жартысы. Осыны біз 2-ге бөлеміз. Бізде жарты периметр болады. Сәйкесінше біз оны осындай формула саламыз, яғни s тең түбір астында жарты периметр көбейтілген, яғни осы жарты периметр біз бірінші а қарбасында айтамыз, минус а дейік, және көбейтілген p минус b, яғни b қарбасында айтамыз, және үшіншісі бізде p минус с. Осы түбір астында. Келесі формула бізде яғни осы үшбұрыш берілген. Осы үшбұрышта яғни сырттай шеңбер сызылған. Бұл жағдайда біз қалай табамыз оның ауданын? Біз оны s тең abs бөлінген 4r формуласы арқылы таба аламыз. Яғни осы 3 қабырғаның көбейтіндісін біз оны 4 еселенген радиусының формуласына, радиусқа бөлгенде біз оның ауданын таба аламыз. Сәйкесінше біз мына жерде керісінше, яғни біз осы үшбұрыштың ауданын беріп қойып, бірақ бізге радиус табу керек болса, біз оны былай өрнектей аламыз, яғни r тең abs бөлінген 4s деп өрнектей аламыз. Яғни осы арқылы біз шеңбердің радиусын таба аламыз. Келесі бізде яғни жаңа бізде үшбұрышқа сырттай сызылған болса, бұл жерде бізде керісінше іштей сызылған, яғни шеңбер берілген. Бізде жаңа мана Геором формуласында бізде периметр берілген. Яғни периметр, жарты периметрден табамыз. Және бізде осы ішкі шеңбердің радиусы арқылы біз осы үшбұрыштың ауданын таба аламыз. Яғни біз жарты периметр осы ABS қабырғаларының қосындысы плюсы, жарты периметр болған 2-ге бөлеміз. Және де біз ішкі шеңбердің радиусын көбейтеміз. Осы арқылы біз осы үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің
үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер арқылы біз осы үшбұрыштың ауданын таба аламыз. Және ең соңғысы біз өзі атап тұрғандай тең қабырғалы үшбұрыш болса, біз оны қалай таба аламыз? Бізде яғни осындай осы үшбұрыш берілген. Тең қабырғалы дегеніміз яғни бізде бұл жерде барлық қабырғалар яғни бірдей. Үш қабырғалар бізде яғни тең болып шығады. Және бізде бір қабысы А болып беріледі. Және бізде оны S тең А квадрат түбірасы 3 бөлінген 4 ата формуласымен осы ауданды таба аламыз. Осы формула жалпы қайдан шықты деген сұраққа жауап берсем, яғни бізде манағы үшбұрыштың формуласы бар, S тең 2-ден 1 AB синус альфа деген. Бізде бұл тең қабырғалы үшбұрыш болғаннан кейін біз бұны бөлінте аламыз. Яғни 1 бөлінген 2 аны қалдырайық, және бізде барлығы тең болғаннан кейін мен екінші қабырғаны А деп белгілеуім дұрыс па? Және де синус, ал бізде бәріміз білеміз, синус тең қабырғалы үшбұрыштың ішкі бұрышына қосылса 380 градусқа тең. Ал бұл тең болғаннан кейін бізде бір бұрышы 60 градусқа тең. Екіншіде біз мына жерге синус 60 жазамыз. Яғни тең S тең 2-ден 1 А квадрат синус 60 градус мына жерге нешеге тең? Түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Сәйкесінше біз осыны көбейтсек, 2 мен көбейтсек 4 және А квадрат және түбірасты 3. Осылай біз тең қабырғалы үшбұрыштың ауданын осы формула арқылы тауып есептей аламыз. Және де осымен мен өзімнің яғни үшбұрыштар ауданын қалай тауып өргенін сіздерге үйреттім, көрсеттім. Сіздерге осы ақпарат немесе видеом сізге пайдалы болса, бірге бір сұрақтарыңыз болса, осы комментарийдің соңына жазып кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.